Баршаңызға қайырлы күн достар. Мен бүгінгі видеомда сіздерге осындай пластилиннен жасалған жарты киіз үйдің макетін жасап қысқаша түсіндіріп өтетін боламын. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен алдындағы видеомда көрсетілгендей етіп подставкамызды жақсылап қаптап алып, үстіне осындай картоннан киіз үйіміздің жарты бөлігін бір-біріне жабыстырып, ыстық кіле арқылы орнатып алатын боламыз. Осындай қызыл фетрдан астына киіз тәріздес етіп жабыстыратын боламыз. Картоннан столымызды жасап аламыз. Және пластилинді, әртүрлі пластилиндің барлығын ашып, бұл воздушный пластилин, осылай қамыр сияқты илеп, араластырып, бір түс шығарып алатын боламыз. Бір түс араласып шыққаннан кейін, оны оқтаудың немесе басқаша дөңгелек нәрсенің көмегімен осылай жұқартып, қамыр сияқты қылып жазып, осы видеода көрсетілгендей етіп, жарты киіз үйімізді бір-біріне жалғап, барлық пластилинмен қаптап шығатын боламыз. Осылай барлығын жақсылап қаптап аламыз. Және кептіруге бір күнге немесе жарты күнге қалдыратын боламыз. Менде пластилин жетпей қалды, сондықтан қайтадан араластырып жатырмын. Менде көк түсті пластилин шықты. Бұл ештеңе етпейді. Қазір аяқталғаннан кейін барлығын ақ түсті гуашьпен бояйтын боламыз. Міне, менде жетпей қалғасын жартысы көк болды. Кепкеннен кейін ақ гуашьпен немесе ақ қандай бояу бар, сонымен бояп алатын боламыз. Міне подставкаға осындай фоамираннан ою салдым. Және киіз үйіміздің ішкі бөлігіне пластилиннің қызыл, сары түстерінен осындай оюларын жасап, жабыстырып шықтым. Міне, осылай жабыстырып шығатын боламыз. Енді бағанағы картоннан жасалған столымызды ақ түсті пластилинмен қаптап, дастархан тәріздес етіп, осы жерге ыстық кіле арқылы жабыстырып шығатын боламыз. Және де кішкене дәрінің коробкасын екіге бөліп, сыртын сұрымен қаптап, оюын сарыдан салып, 2 сандықша жасап шықтым. Осылай сандықшамызды ыстық кіле арқылы да оны да орнатып алатын боламыз. Осындай пластилин кепкеннен кейін трещиналар пайда болады. Оны кейін ақ пластилинмен жауып шықсаңыздар болады. Міне сұрыдан ыдыстарын, сарыдан бауырсақты, көктен көрпені, сарыдан домбыраны, қоржынды, көрпе шелер, көпшіктерді жасап, осылайша пластилинмен өте әдемі жарты қары киіз үйіміз дайын болды. Және жанатын гирляндыны әр жеріне орап, әдемі вид берсеңіздер болады. Меніңше өте әдемі шыққан сияқты. Назарларыңызға көп рахмет.